күн балалар, бүгінгі сабағымыз сөйлеу әдебі деп аталады. Сіздер осы сабақтан сөз әдебін, сәлемдесу, алғыс білдіру, кешірім сұрау, өтініш айту, рұқсат сұрау, қоштасу сөздерін дұрыс қолдануды үйренетін боласыздар. Және әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу талаптарына сай жазуды меңгеретін боласыздар. Сонымен шарттық шеңберіне жиналып, мектепте болсаңыздар бір-біріңізбен түрлі сөздермен амандасып көріңіздер. Амандасу әдебін білеміз бе? Мына бір сілтеме арқылы сіздер қазақ халқы бір-бірімен қалай амандасатынын біліп алсаңыздар болады. Балалар, амандасудың ең жақсы сөзі ассалаумағалейкум деген сөз екен. Ол сөздің мағынасы Алланың нұры жаусын деп айтылады. Ал сізге ассалаумағалейкум деген кезіңізде сізге уағалейкум ассалам деп жауап беретін болса, ол кісі сізге де өзіңізге де Алланың нұры жаусын деп айтқан болады. Сондықтан мейлінше ассалаумағалейкум деп амандасуға тырысайық. Енді мен сіздерге бүгін Ұлықбек Есдәулет ағаларыңыздың сәлем бер деген өлеңін оқып берейін. Сіздер менімен бірге оқыңыздар. Үлкенді көрсең сәлем бер, басыңды иіп кідіріп, әдеппен келіп амандас, жанынан өтпей жүгіріп. Есен саулық сұрасып, сәлемдесу салтымыз, аман болсын қашанда ардақтаған халқымыз. Көріп тұрсыздар ма? Біздің халық сәлем беруден бастайды. Әдепті адам өзінің айтатын сөзін сәлем беруден бастайды екен. Біз үлкендермен қалай амандасып жүрміз? Сіздер үлкен кісілермен амандасуды білесіздер ме? Өте жақсы. Ал енді мына сілтемеге өтіп, сіздер басқа халықтың бір-бірімен қалай амандасатынын көрсеңіздер, өте қызық. Көріп болған соң, дәптерімізді ашып, ч әріпін көркем жазамыз. Жазу барысында бейне жазбаны кідіріске қоямыз. Сосын балалар, екінші жаттығуда сіздерге мақал берілген. Мақалды алдымен оқып шығыңыздар. Сосын қатесіз көшіріңіздер. Жазып отырған кезде сіздер қараңыздар. Әріптердің бір-бірімен байланысына назар аударыңыздар. Сосын мына сөздерге дыбыстық талдау жасаңыздар. Дауысты дыбыстарды қызыл, дауыссыз дыбыстарды көк түспен астын сызып белгілеп қойыңыздар. Сосын балалар, сөйлеу әдебі туралы ой бөліссеңіздер болады. Үлкенді сыйла деген сөздің мағынасын, біреудің сөзін бөлме деген сөздің мағынасын, асықпай, сыпайы сөйлес деген әдепті сөздерді, әдептілікті есте сақтап алыңыздар. Жақсы ма? Сосын сіздер достарыңызбен немесе үлкендермен, жаңадан кездескен адамдармен қалай амандасып жүрсіздер? Бір-бірлеріңізбен амандасу түрлерін көрсете аласыздар ма? Өте жақсы. Мен ойлаймын, сіздер өте жақсы, әдепті, тәртіпті балаларсыздар. Сіздер кездескен адамдармен амандасу түрлерін жақсы білесіздер. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта сіздер не білдіңіздер? Сіздер үшін не жаңалық болды? Сәлемдесу сіздер үшін қиын емес қой, солай ма? Біз осы сабақта сәлемдесу әдебімен, сөз әдебімен таныстық. Және әріптерді бір-бірімен байланысын көркем жазу талаптарына сай жаздық, солай ма? Сіздермен болған Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.